Бүгін мен әріптестеріме ұлттық кітап аясында өткен ерекше әрі мазмұнды шара Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасының 115 жылдығына және көрнекті кітапханашы, Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері Бердіғалиева Роза Аманғали-қызының 80 жылдық мерейтойына арналған уақыт және кеңістік ағымындағы кітапхана атты республикалық жастар конвентіне қатысқаным жайлы үлкен қуанышпен баяндадым. Жас кітапханашыларға арналған республикалық жастар конвенті шабыт пен жаңашылдыққа толы ерекше шара болды. 2 күнге созылған бұл ауқымды жиын маған кәсіби тұрғыда мол тәжірибе сыйлап, кітапхана саласындағы жаңа бағыттар мен озық технологиялармен танысуға зор мүмкіндік берді. Алғашқы күні еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған жас мамандар бас қосып, ұлттық кітапхана қабырғасында қызықты экскурсиядан бастау алды. Әр зал мен бөлімде жүргізілген таныстырылым бізге еліміздің рухани қазынасының сақталу жолдары мен кітапхана жұмысындағы заманауи тәсілдер жайлы кең көлемді мәлімет берді. Сол күні өткен жобалар уақыты тақырыптық сессиясы конвенттің ең мазмұнды әрі әсерлі кезеңдерінің бірі болды. Бұл алаңда қатысушылар өз жобаларын ұсынып, идеяларымен бөлісті. Біз де өз жобамызды таныстырдық. Тақырыбы жасанды интеллект, әрекет ет, дамыт, қол жеткіз. Жобамыздың басты мақсаты кітапхана кеңістігінде жасанды интеллект технологияларын тиімді енгізу арқылы оқырмандардың ақпараттық сауаттылығын арттыру, сондай-ақ білім алу мен зерттеу қабілеттерін дамыту. Цифрлық дәуірге сай бұл бағыттың болашағы зор екеніне көзіміз жетті. Екінші күні тәжірибелік практикумдар легі ұйымдастырылды. АСБ жүйесімен жұмыс жасау бойынша практикум. Автоматтандырылған ақпараттық жүйенің мүмкіндіктерімен жақын таныстырып, нақты қолдану жолдарын көрсетті. Кітаптарды цифрландыру бойынша өткен тәжірибелік бөлім рухани мұраны жаңа форматқа көшіру үдерісін егжей-тегжейлі таныстырды. Ал кітаптарды қалпына келтіру практикумы көне кітаптарға екінші өмір сыйлау ісінің қаншалықты жауапты әрі нәзік жұмыс екенін көрсетті. 2 күннің әр сәті жаңа эмоциялар мен әсерлерге, шабыт пен ізденіске толы болды. Бұл конвент мен үшін кәсіби әрі рухани өсуге себепкер болған. Жаңашыл идеялар мен жанды тәжірибе алмасқан маңызды баспалдаққа айналды. Өз ісіне деген сүйіспеншілік пен ұмтылысты одан әрі арттыра түскен осындай мүмкіндік үшін зор алғыс білдіремін.